Зейнеп Мегдиге мен сені құтқарып алам және айғақтарды табам міндетті түрде дейді. Түрмеде Мегди мен әлгі жігітті бірге алып келіп жатады. Бірақ әлгі жігітті басқа камераға отырғызады. Мегди неге деп сұраған кезде ол өміріне қауіп төндір, сондықтан оны басқа жерге апарып орналастырамыз дейді. Ал Мегди болса шындықтың беті бәрібір де ашыла деп айқайлап кетеді. Ал Мегдиді өзінің бұрынғы отырған камерасына қайтып алып келеді. Ол жерде отырған адамдардың барлығы Мегдиге ала көздерін алартып қарай бастайды. Бұрын Мегдиді құтқарып қалған шал Мегдиге неге сен бұлай жасадың, шығып баратқан жерінен тыныш шығып кетпедің бе дейді. Ал Мегди болса маған ор қазды, мен олай жасаған жоқпын деп өз-өзін ақталады. Бірақ әлгі кісі Мегдиге сенбейді. Ал Мегди болса сенсең де сенбесең де сол өз еркіңде дейді. Зейнеп, Амина екеуі Савашқа келеді және сол жерде үшеуі Мегдидің ісін талқылай бастайды. Зейнеп Савашқа мен қалайда айғақты табуым керек дейді. Ал Саваш болса ол айғақты табу үшін біз алдымен бір ілік табуымыз керек дейді. Үшеуі талқылап бір іліктің басын табады, яғни Бәкірдің туған туыстарын және отбасы туралы іздестіре бастайды. Бір кезде Барыш үйіне келеді. Ол Зейнепті көріп таңғалады. Зейнеп мұнда неге жүр деген секілді сөздер айтады. Ал көкесі болса, бұл Зейнеп маған пианинода ойнап беру керек. Сол үшін мен оны шақырдым дейді. Бір жағынан Зейнеп Савашты көруге келіпті дейді. Солай барлығы отырып, көкесі скрипкада, Барыш гитарада, Зейнеп пианинода, ал Амина болса ән шырқап барлығы көңілді кешті өткізеді. Барыш және Зейнептің екі анасы Зейнептің Мегдидің ісін алғанын білмейтін еді. Али Рза Сұлтанға бүгін кешкісін Барыштың әпкесі келетін, яғни өзінің жиенің келетінін айтады. Сол үшін дастарханды әдемі етіп жаю керектігін сұрайды. Түрмеде барлығы таза ауа жұту үшін сыртқа шығып ары-бері жүреді. Сол кезде Мегдиді көрген әлгі Вайсидің адамдары оған қарап бір-біріне тиісу керектігін айтады және сол жерден ұрыс шығару керектігі болады. Бірақ ойы жүзеге аспайды. Мегди сыртта ары-бері жүреді. Әлгі Мегдиді құтқарған шал да сол жерде отырады. Бір кезде әлгі жігіттер бір-бірімен сөйлесіп Мегдиге тиісе бастайды. Сен неге Бәкірді пышақтадың? Бәкір біздің бауырласымыз еді. Саған енді күн жоқ деген секілді сөздер айтады. Ал Мегди болса, кел, мен сенің алдында тұрмын, қолынан келсе мені өлтір деген сияқты сөздер айтады. Ал сол кезде милиция келіп оны арашалап алып кетеді. Ал Вайси болса терезеден қарап тұрады. Вайси дегеніміз Мегдидің әкесін өлтірген адам, яғни Бурханның әкесі. Зейнеп пен Барыш екеуі кездесіп кофе ішеді және сол жерде отырып біраз нәрселерді талқылайды. Барыш Зейнепке өзінің сотқа не үшін барғанын айтады. Ол сотқа барып, Зейнептің Мегдидің адвокаты болды ма, болмады ма деген күдікпен барады. Сол жердегі тізімнен Мегдидің адвокаты басқа біреу болғандықтан ол үндемей қайтып кеткенін айтады. Ал Зейнеп барлығын біліп тұрса да күлімсіреп отырады. Бір кезде Барыш өзінің әпкесі келетіндігін айтады және Зейнепке әпкесімен бірге үй таңдауға көмектес деп өтініш білдіреді. Ал Зейнеп болса әзер дегенде көнеді. Мегди әлгі шалға егер маған сенбесең мені тәспің деп қайтарып береді. Барлығы қарап тұрады. Бір кезде әлгі шал Мегдиге отыр дейді. Барлығы жан-жаққа тарайды. Мегди амалсыздан қасына отыра кетеді. Және әлгі шал Мегдиден сұрайды, сені неге ол өлтірмекші? Сенің оған қандай қатысың бар дейді. Мегди өзінің болған оқиғасын айтады. Яғни Вайси менің әкемді өлтірген, ал оның ұлы Бурхан менің әпкем Мюжганды өлтірді дейді. Сондықтан мені Вайсимен кездестір дейді. Әлгі шал біраз ойланып қалады. Диляра, Джамиле, Нох пен Аль барлығы да Зейнептің үйіне келеді. Яғни олардың басында баспанаш жоқ Зейнептің үйінде тұрып жатқан болатын. Ал Диляра болса, Нариман мен Сақинеге неге сіздер бізден қайдан келдіңіздер деп сұрамайсыздар дейді. Ал Нариман мен Сақине біз сендерден сұрауға міндетті емеспіз деп жауап береді. Сосын барлығы да төбеге қарай тыныш-тыныш деп мініп кетеді. Кофе ішіп отқан Зейнеп пен Барыш екеуі өздерінің әңгімелерін айтып болғаннан кейін Барыш менің әпкемнің келетін уақыты болды, мен онда күтіп алуым керек дейді. Бірақ көкем оған машина жіберіп қойғанда болар дейді. Осылайша екеуі тұрып қозғала бастайды.
Барыш Зейнепті үйіне дейін жеткізіп салады. Жеткізгеннен кейін екеуі көліктен түсіп біраз әңгіме тағы да айта бастайды. Зейнеп Барыштан неге сен өзінің жүргізушіңді қуып жібердің дейді. Ал Барыш болса, ол менің бағалы заттарымды ұрлай бастағандықтан мен оны қуып жүрме тура келді дейді. Екеуінің әңгімесін Сақина кенеттен естіп қояды және екеуі бір-бірімен құшақтасып қоштасады. Оның барлығын көрген Сақина аузы ашылып таң қалады. Зейнеп Барышпен қоштасып үйіне кірген кезде анасын көріп шошып кетеді. Ал анасы болса Зейнепке ұрса бастайды. Сен неге Барышпен қатты жақындасасың? Ол біздің тең емес, яғни біз оған лайықты емеспіз дейді. Ал Зейнеп болса, анашым, сіз ойдан ештеңе де шығармаңыз, біздің арамызда ештеңе жоқ деп сендіруде. Сонымен көптен күткен Барыштың әпкесі келеді. Оны Али Ризаның жүргізушісі күтіп алады. Сұлтан мен Амина жұмыстан шаршап келеді, ал Нермин мен Сақина кешкі ас дайындап жатыр екен. Сұлтан ыдыс-аяқтарға қарап, Жәмилелерге неге ыдыс қойылмаған дейді. Ал олар болса, қарнымыз тоқ деп айтты дейді. Сонда да Сұлтан кезінде сендерге олар қалай көмектесті дейді. Сондықтан да мен оларды қазір төменге алып түсем деп жоғары қарай көтеріліп кетеді. Сұлтан Жәмилеге барып, неге төменге түспейсіңдер, кешкі ас дайын дейді. Ал Жәмиле болса, біздің қарнымыз тоқ, керек емес дейді. Бірақ Сұлтан сонда да қоймай оларды төменге алып түседі. Сұлтан төменге түсіп кеткеннен кейін Зейнеп Нұхқа және Жәмилеге біз Мехди туралы айғақты ары қарай жалғастыруымыз керек және Бәкірмен сөйлесуіміз керек дейді. Ал Нұх болса, мен сенімен бірге барамын, айғақты бірге іздейміз дейді. Яғни кешкі ас ішіп болғаннан кейін екеуміз бірге шығамыз деп келіседі. Али Ризаның жүргізушісі Барыштың әпкесін үйіне алып келеді. Барлығы да тату-тату күлімсіреп құшақтап әпкесін қарсы алады. Осылайша барлығы улап-шулап үйге кіреді. Сұлтан кешкі ас кезінде барлығына тамақ сала бастайды және кешкі астың жетпейтініне көз жетеді де барлығына аздап-аздап салады. Ал оны сезген Амина, менің қарным тоқ, мен жаңа жеп алғамын дейді. Ал Сақина болса, маған бір қасық жетеді деген секілді айта бастайды. Яғни Жәмиле, Нұх пен Эльдарға жетсін деген оймен. Бір кезде Нұх, мен бір жерге барып келуім керек, яғни Зейнеп екеуміздің бір шаруамыз бар. Зейнептің бір құжаты офисте қалып кеткен екен, соны екеуміз алып келеміз деп дастархан басынан тұрып кетеді. Мехди түрмеде отырып қызын Мүжганды сағынуда және суретіне қарап бетінен сүйіп қояды. Барыш отбасымен бірге дастархан басына отырады. Әпкесі ол үй дайындап қойған және Савашқада жайлы үй болатынына сенімді де бір-екі үйді қарастырып қойғам дейді. Ал Барыш болса, сенімен бірге ертең Зейнеп есімді қыз барады дейді. Әпкесі болса, я, Зейнеп туралы сен айтқансың дейді. Зейнеп деген негізінде менің көмекшім және бірге жұмыс істейтін адвокат дейді Барыш. Ал әпкесі болса, бірге істейтін көмекшінің маған қажеті жоқ деген секілді сөздер айтады. Ал Барыш болса, жоқ, міндетті түрде Зейнеп сенімен бірге барады дейді. Әпкесі Барыштың сөзін жақтырмай қалады. Ары қарай не болған білгіңіз келсе, арнама тіркеліңіз.